Неке, отбасы құрудың алғы шарты. Асыл дінімізде жария ету үй болғандықтың белгісі делінеді. Ал дәстүрімізде адалдық пен жауапкершіліктен басталған маңызды қадам қайырлы саналған. Бірақ соңғы жылдары отбасы құндылығын құнсыздандырып жүргендер көбейді. Қоғамда әсіресе деструктивті діни ағым жақтастар арасында белең алған келеңсіз құбылыстың бірі жасырын неке. Үлбіреген қыздарға тор құрғандар шариғат пен заң талаптарын өз ыңғайына қарай бұрмалап алған. Утопиялық идеологиялармен қорқытады. Қырық өтірікті қиыннан қиыстырып көзі түскен қызғырқынды дегеніне көндіріп тынады. Жасырын некені жалдамалы пәтерде не қонақ үйді қияды. Бірақ бүгін қиған неке ертеңіне жарамсыз болып, түлен түрткендей талақ деп шығады. Осылайша антын оп-оңай бұза салады. Тексіз тобырға ергендер некені мемлекеттік мекемеде тіркемейді, мешіттегі имамның да алдына бармайды. Нәпсінің ноқтасынан шыға алмай бір мезетте бірнеше әйелдің өмірін ойрандай салады. Тіпті тұнығы лайланған келіншектерін таныстарына сыйлап, не қиын жағдайда жалғыз қалдырады. Салдарынан талай жәбірленуші не некеде болған дәлелдей алмай, не алимент өндіре алмай қаңғып жүр. Жалпы исламда жасырын неке деген түсінік жоқ. Керісінше отбасын құруға кедергі жоқ ер мен әйелдің куәгерлер алдында сөз байласу арқылы адал жолмен қосылуы құптарлық іс. Демек, адал неке, іргетасы берік отбасының табысы тасып, абырой асады. Ал жасырын неке шаңырақты шайқап, жан ұяның қуаты азып, құты қашады. Қоғам іргесінің шайқалуы да осындай келеңсіздіктен басталады.